Бізде өт толып қалған Запыран ол енді басқа деңгейдегі әңгіме. Өспелер дейміз, бауырда болатын эхинокок жарнамау үшін өте көп дәрілердің рекламасы бар. Мүмкіншілігің болса, артық дәрілерді қолданбау керек. Бауыр организмде ең үлкен күтімді қажет ететін органдардың біреуіне жатады. Қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Бүгін біздің эфирде Уатқан Сайфиұлы, медицина ғылымының докторы, елімізде медицинада біраз еңбегі сіңген, 40 жыл тәжірибесі бар Уатқан Сайфиұлы. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі тақырыбымыз бауыр өт жолдары ауруын талқылайық. Уатқан аға, жалпы бауыр өт жолы аурулар қандай түрлері болады, және бөлек алайық. Бауыр ауруларын қандай аурулары болады, және өттің қандай аурулар шалдығатынын қысқаша айта кетсеңіз. Жалпы бауыр аурулары туралы айтудан бұрын Қызметін айтайық. Бауырдың функциясына азырақ тоқталып өту керек. Бауыр организмдегі ең үлкен без деп есептеледі. Бұл бірінші анықтамасы. Екінші, бауыр организмдегі былайша айтқанда 90% бөгде заттарды залалсыздандыратын орган. Сондықтан бауырдың атқаратын функциясы былайша айтқанда біздегі канализациядағы суды тазартатын үлкен зауытқа ұқсайды. Осындай үлкен. Сенің жеген дәрің болсын, жеген тамағың болсын, және басқа да ауадан, судан организмге кіріп жатқан бөгде заттардың барлығы бауырдың тазартуынан өтеді. Дерліктей бауырдың тазартуынан өтіп, арғай организмді айланысқа жібереді. Немесе организммен шығарады. Сондықтан бауыр организмде өте интенсивті жұмыс істейтін ткандердің бірі. Сондықтан да бауырды шаршатпау керек. Бауырды жақсылап аялау керек. Бауырдың өзінде болатын ауруларда қазіргі заманда біз ең көп айтып жүрген аурулардың біреуі, оны ауру деп айтсақ та, ауру демесек те айтылатын бір нәрсе, ол бауырдың майлануы. Қарапайым сөз. Ал бірақ көптеген жағдайда мына ультра дыбыспен тексерген кезде көп адамдар жазып қояды, бауырыңда жаппай өзгеріс бар деп. Диффузное изменение деген сөзді барлығымыз жазады. Ол деген не деген сөз десе, оны бұрын бауырдың майлануы деп ашық айтатын. Соңғы кездері мына клиникалық диагностикада өзейдегі осы бір диагностиканы үйтіп айтпайтын болды. Май деп айтпайтын болды. Себебі ол үйтіп айтса, нақтылы бір аурудың атына кетіп қалатын сияқты ұқсап сезіледі. Сондықтан бауырдың майлануы қазіргі кезде біздегі бауырға ең үлкен залал келтіріп отырған аурулардың біреуі. Екінші жақтан бауырда мысалы өттердің артық жиналуы. Бізде өт толып қалған ол енді басқа деңгейдегі әңгіме. Сол бауырға нагрузка келтіретін, яғни бауыр қызметін ауыртатын өттің көбейіп кету, өт жолдарының қалыпты деңгейде шықпауы. Ал одан басқа аурулар, бауырда болатын өспелер дейміз, бауырда болатын эхинокок дейміз, осы сияқты аурулар жетеді ғой. Олар енді ол біздің бүгінгі тақырыбымыздікі емес. Жалпы бір ауыз сөзбен айтқанда, жаңағы сөздің басында айтқанда, бауыр организмде ең үлкен күтімді қажет ететін органдардың біреуіне жатады. Бауырды аяламасаң, кейін ол өте көп деген органдарға оның залал тиеді. Сондықтан бауырға үлкен залал тиетін нәрселер, мына біз күнделікті ішіп жүрген дәрі-дәрмектер, амал бар, денсаулығың жар беріп, мүмкіншілігің болса, артық дәрілерді қолданбау керек. Бұл деген сөз не деген сөз? Мен бұнда мынаны айтқым келеді. Қазіргі кезде жарнамау үшін өте көп дәрілердің рекламасы бар. Жарнамалары бар. Мәселен, витаминдердің тағы басқа қой жетеді. Мен оның бірден атын санап беріп отырмайын. Осыларды мынандай ішсең былай пайда, мынаны ішсең былай пайда деген жетеді. Расында организмге пайда шығар. Бірақ менің өзімнің жеке топшылауымда 3 уақыт тамақты балансымен жеп, қалыпты қимыл қозғалыс жасап, жақсы демалып, жақсы ұйықтап жүрген адамдарға ондай көп қосымша, биологиялық қосымша заттар тағайындаудың қажеті жоқ.
Ал бұлар биология сен организмге пайдалы деп есептегенмен ол бәрібір бауырға барғаннан кейін оны залалсыздандыру керек. Кез келген Кез келген бәрінің зияны бар. Мысалы, майда еритін заттарды оны залалсызданып суда еритін заттарға айналдыру мүмкін бауыр. Немесе өте улы заттарды оны залалсызданып улы затқа айландыруы мүмкін. Мәселен, холестерин. Холестерин шеттіткендерден бауырға келіп, ол өткіш қылын айланады. Өткіш қылын жасап, оның ішіне пигменттер бар, және басқа да көптеген заттармен фосфолипидтер бар деймін, солармен бірге қосып, өт қалтасына жібереді. Ал өт қалтасына тамақ жеген кезде, әсіресе майлы тамақ жеген кезде, ол сығып шығарып, ішекке түсіп, ішекте пайда болған майларды эмульсиялау арқылы майларды және май дейтін витаминдердің сіңірілуіне көмектеседі. Артық қалғандары нәжіспен бірге сыртқа шығып отырады. Осы жерде ең маңыздысы тамақ ішкенде таңертеңгі тағам тойып ішкен маңызды ма? Енді бұл енді жалпы бұл туралы мен жеке басым ондай бір үлкен бір ғылыми зерттеу жасап көргем жоқ. Жалпы теория ретінде айтатын нәрсе таңғы асты жақсы ішу. Бұлай мына шығыста мындай бір сөз, таңғы асты жақсы ішу керек. Таңғы асты тойып ішу керек. Түскі асты жақсы ішу керек дейді. Ол деген сөз не десе, жаңағы сенің өзің айтқандай, сол жаңағы өттің толық шығуына да белгілі деңгейде әсер етеді. Және де асқазан қышқылы жиналады, соны жұмсау керек, өтті жұмсау керек, барлық жиналады. Содан соң түнде 10-да ұйықтамасаң, 12-1-ден кейін бауыр өт жолда жұмыс істеп бастайды, және зияны өте ауыр болады дейді. Осы қаншалықты рас? Бұл енді уақытымен ұйықтау. Жалпы менің айтарым, уақытымен ұйықтау деген организмдегі иммундық жүйені, соның ішінде бауыр қызметін жақсы деңгейде ұстап тұрудың ең бір жақсы тәсілі. Әсіресе түн ортасына дейін жұмыс істеп, ертеңгі жұмысты бітіріп тастаймын деп ұйықтамай түн ортасына дейін жұмыс істеу, ол бауырға өте залалды. Себебі сен ояу отырады екенсің, бауыр демалмау керек. Сен ояу отырады екенсің, бауыр үздіксіз жұмыс істеп тұру керек. Жұмыс істеп, тазартатын тазартып тұрады. Сонымен бірге сен ұйықтамаған кезде организмде бөлініп шығарған заттардың өз бауырға зиян келтіруі мүмкін. Сол себепті түнгі ұйқыны амал бар 12-ден бұрын, амал бар 10-11-лерде ұйықтап, таңертең сағат 6-да тұрсаң қандай жақсы. Бітіретін жұмысың бітіріп аласың. Сондықтан бұл жерде жаңағы ұйқы туралы айтылып қалды ғой. Осы ұйқының өзі бір ғана бауыр емес, ол мидың қозғалысына, жұмысына да, және көптеген жүрек, ми, көптеген органдардың қимыл қозғалысына тікелей әсер етеді.